Хабарымызды жалғастырамыз. Павлодардағы Назарбаев зияткерлік мектебі 7-ші сынып оқушылар арасында өркен білім беру грантын тағайындауға құжаттарды қабылдай бастады. Енді қабылдау үдерісі әдеттегіден өзгеше өтпек. 4 күн ішінде 33 өтініш келіп түскен. Толығырақ алдағы материалда. 2 желтоқсан мен 23 қаңтар аралығында Назарбаев зияткерлік мектебі 7-ші сынып оқушылар арасында өркен білім беру грантын тағайындамақ. Биылғы жылдың ерекшелігі құжат өткізу онлайн форматта өтеді. Қазіргі болып жатқан карантин шараларына байланысты біз онлайн броньдау деген тәсілді енгіздік. Ол арқылы біз мұнда мектепке құжат өткізу кезінде адамдардың яғни топтасып қалмауын қамтамасыз етеміз. Ал адамдар алдын ала біздің мектептің ПВЛ НС Edu KZ сайтына кіріп, сол сайт арқылы өздерінің электронды поштасын жазып, қай уақытқа өздерінің ыңғайлы екенін алдын ала таңдап, онлайн брондайды. Карантиндік шектеулер кезінде санитарлық талаптарды сақтау мақсатында мектеп сайтында онлайн брондау қызметі жүзеге асырылады. Маңызды негізі 5 құжат қана бар. Ол біріншісі ата-анасы өтініш жазады, екіншісі анкетаны толтырады арнайы. Үшіншісі ол негізгі құжаттың бірі, ол мына қазіргі 6-шы сынып оқушылары сол 6-шы сыныптың табелін алып келсе болғаны, табелінің көшірмесін. Одан кейін медициналық анықтама міндетті түрде болатын. Құжат рәсімі аяқталғаннан соң үміткерлердің білім деңгейі тестілеумен тексеріледі. 11-12 наурызға жоспарланған. Нәтижесі 40 күннен соң шығады. Былтырғы жылы мектепке 712 оқушы құжат тапсырған. Соның 144-і бүгінде Назарбаев зияткерлік мектебінде білім алады. Сәния Темірхан, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.